Сәлем балақай, каналда көргеніме қуаныштымын. Бүгін біздер әліпби сабағынан н дыбысына қатысты екінші тақырыппен танысатын боламыз. Қане бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада а дыбысын мына буындарға қосып оқы дейді. Қане бірге оқиық. Ана, анар, анау, алан. Келесі на. Оны уа және ну буындарына қосып оқимыз. На-уа, на-ну. Енді балақай, мына жерде анарды көріп тұрмыз. Оның саны 1, ал мына жердегі анарлардың саны 3. Анарлар деп айтамыз. Анарлар. Бұл көпше түрі, өйткені бұл жердегі анар көп, ал бұл жердегі анар 1, сондықтан тек анар деп айтамыз. Кәне келесі сөйлемдерді буындап оқимыз. Анау, алан, анау, науа. Науа деп мына нәрсені айтып тұр екен. Келесі, бұл шананың суреті. Анау, шана, анау, орындық. Бұл жерде суреттер арқылы сөздер тауып тұрмыз. Келесі, біздердің өткен әріптеріміз берілген. Енді оның астында суреттер берілген. Осы суреттердің атауын атаймыз. Бірінші тұрған лимон, екінші тұрған уық, үшінші арба, радио және нар. Бұл жердегі суреттердің басқа әрпі Л, У, А, Р, Н әріптермен дыбыстарынан басталып тұр екен. Осымен н дыбысына берілген екінші сабағымызды аяқтадық. Бұл жерде берілген тапсырмалардың орындалуы түсінікті болды деп ойдамын. Егер ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпа.